Bir bala deyit жылап тұрған екен. Bir қазақ кісі өтіп баратқанда айтыпты: "Ey, мына бала не қылып жылап жатыр?" десе, "Бұл бала жетім, ешкімі жоқ" депті. Сонда сол баланы жаңа қазақ кісі алып кеткен екен. Сонда бұл баланы үйіне апарады ғой. Енді бір күні түнде тұрса, ана екі баланың үстіне бір чапан ба бірдеңені жапқан ғой, бір алашаның бірдеңені жапқан екен. Енді бала ғой жатқанда бір айланғанда ана біреудің үсті ашылып кеткен екен. Сонда ана түріктің баласының үсті ашылып кеткен екен. Ана шал келіп, өзінің баласының үстінен алып, ана баланың үстін жауыпты. Сонда әйелі көрген екен. "Ай, сен не қылып жатсың?" деген ғой. "Sen ne yapıyorsun?" деп айтады. Әйелі сөйтіп айтыпты: "Ey, Құдай берген біздің 6 баламыз бар. Біреу өлсе 5-і қалады. Тағы біреу өлсе 4-і қалады. Ай, мынаның ешкімі жоқ қой, мынаның тұқымы құрыйды ғой" деп айтып. Біз оны қалай естен шығарамыз? Бұл қазақ халқының соншалықты кеңдігіні, соншалықты кереметтігіні, қалай қазақ халқының нанını таптап кетесің?